Қарағашым, алтын бесік, қар орманым, куәсі балдәуреннің ағарманның, қарағашым жер жанатым, жанның бағы, әкемнің иісі бар шалғыныңда, самал желі, алақаны жан анамның деп. Ассаламағалейкум, құрметті қонақтар. Қарағаш елі тумалары. Бүгін ауылымызда ерекше қасиетті күн. Ауыл азаматтары бірлігінің арқасында құрылған мешіттің салтанатына қош келдіңіздер. Құттықтау сөз кезегі Оспанов Медет Дулатұлына беріледі. Ассаламалейкум, құрметті жерлестер, қадірлі қонақтар, Қарағаш ауылының азаматтары. Бүгін баршаңызды қасиетті Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Жылдан жылға келіп отқан осы Құрбан айт мерекесінде осындай жақсылықта амантта кезсек, кешеден бері беріліп отқан барлық дұғаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз, ойларыңыз барлығы орындалып, отбасыларыңыз амандық болсын. Тек қана осы қазақ еліміз тыныштығымен, дамуымен, жақсылығымен кездесетін болайық. Бүгін осы еліміздің бірлігінің, еліміздің мықтылығын көрсететін осы жиылыс болып саналады. Себебі кешеден бері мінеке барлығымыз білетін үлкен қалың қазақ елі Қарағаш ауылы, осы Есіл ауданының бір қазақ ауылының қаймағы бүгінгі күні жақсы істерімен, жақсы бірлігімен өзін көрсетіп отыр. Ең біріншіден бүгінгі күні қай елге барса да, қай ауылда да осындай елдің тумалары енді біреу ауылда қалады, біреу сыртқа кетеді. Осындай жол жорамен келген кезде жиылатын, кездесетін бір шаңырақ болу керек. Бүгінгі күні қазақ елдерінде осындай мешіттер, намазханалар ашылуы көп, себебі ол қажет. Соған байланысты қасиетті Құрбан айт мерекесінің қарсаңында осы ашып атқан ел болып, ауылдың азаматтары, ауылдың шаруалары бірігіп осындай үлкен намазхана салынып жатыр. Жай ғана намазхана емес, жаңа намазхана үшін осындай бұл бірліктің арқасында. Осы Алланың үйі құтты болсын. Осы елдің ынтымағы, бірлігі әрқашанда сақталып, ары қаратай дамитын болсын. Мен енді өз атымнан, облыс басшылығы атынан, Құмаргүл атынан құттықтаймын. Көп жылдар бері мінеке айтатын болсақ, осы жол мәселесі қанша қиналып келді халық. Мен онда осы көктем айында көрдім. Жол болмай тұрған кезде соған қаншама төзіп, осы ауылда тұрып атқан азаматтар бұл ерлігі. Себебі бүгінгі дейін осы жерде жүр. Енді олға ауданымыз бойынша 2 ауылға ақша бөлінді республикалық бюджеттен. Соның бірі Қарағаш, екінші Тауағаш. Осы 2 жолдың аяқталуға жақындап келетір. Сол еліміз осылай дамитын болсын. Енді президентіміз айтқандай жаңа Қазақстан, жаңа ел деп отырмыз. Ол да осы бірлікпен елдің әр азаматының еңбегінің арқасында іске асады. Соған байланысты жақсылығымыз көп болсын, осындай мерейлі шуақты күндер көп болсын. Биылғы осы ел шаруалары қарайды, шаруалардың бүгінгі егіс науқаны уақытымен өтіп, енді жақсы, мол егін жинап, әрі қаратай жақсы дамитын болсын. Ашылу салтанаты баршаңыз құтты болсын. Құрбан айт мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Күн келсе көмектеспес жиғаның, араға түсер тектерген иманың, парыздарды жас кезінен өтеде, сауапты істен өз-өзіңді тыймағың деп, келесі сөз кезегін Есіл ауданының бас имамы Шопан Қажы Жолкенұлына беріледі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Субханака ла илма лана илля ма алламтана, иннака антал алимул хаким. Аллахумма инна нас'алука ал-афията фид дуния вал ахира. Амма бад, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті Қарағаш елінің мұсылман бауырлары, баршаларыңызға Аллах тағаланың игілігімен сәлем болсын. Бүгінгі қасиетті Құрбан айты күні барша қауымға мүбәрак болсын.
әрбір мен мұсылманның шаңырағына осы мұбарак күннің берекесі нәсіп болсын. Мына бүгінгі күні сондай ақ түйенің қарны жарылып, осы Қарағаш елінде зәулім жаңа мешіт деп атай берейікші, намазхана деп те айтуға болады. Осындай бір сөзбен айтқанда Құдайға мінәжат қылатын, сәждеге бас қоятын сондай бір қасиетті орынды ашайын деп отырмыз Құдай қаласа. Бұл айтуға оңай болғанымен қаншама бұл еңбек қой. Маңдай тер, ұйымшылдық, бірлік, осының барлығы сіздердің арқаларыңыз. Осы жерде Біржан ағамыз, ол қалды, Қанат ағамыз бар, осы елдің молдасы. Енді айта берсеңіз, біреуіңізді білем, біреуіңізді білмейтін шығарым, аталмай кетіп жатса, кешіріп қоясыздар. Жалпы баршаларыңызға Алла разы болсын. Осындай мешіттеріміз, намазхандарымыз ұлан байтақ қазақтың даласында, қазақтың жерінде ашыла берсін деп Алладан тілейміз. Енді мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанында қазіргі таңда 2700-ге жуық мешіт бар екен. Біраз намазханалар да бар. Сол жерде имам молдалар, ұстаздар жұмыстарын атқарып, халықты жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарып, осындай бір ізгілікті, игілікті жұмыстар атқарып жатыр. Алла баршасына разы болсын дейміз. Пайғамбарымыздың хадисінде кім-де-кім құстың ұясындай мешіт салатын болса, ол адамға Алла тағала жәннаттан сондай бір үй тұрғызады деген. Сонда пайғамбарымыздан сахабалар сұрайды, құстың да ұясындай мешіт бола ма дейді. Жоқ дейді, құстың ұясындай бір кірпішін сол мешіттің болмаса бір шегесін әперсеңізді, болмаса кешегі Түркиядағы мынау бір анамыздың бір құты сүтімен Сүлеймен патшаның салдырған мешітінің ертең таразыда салған кезде екеуінің салмағы бірдей болады деген бір оқиға бар. Ол енді айтсақ біразға созылып кетеді. Сол анамыздың жасаған осы жерде сол мешітті салып жатқан кезінде сол жұмысшыларға бір құты айранды күнделікті әкеліп сол жерден беріп тұрады екен. Солының ниеті үшін Аллах Субхана ва Тағала Сүлеймен патшаның салдырған манағы мешітінің салмағындай Алла сол анамызға не сауап береді дейді. Ендеше сіздердің де осы мешіт салдырған кезінде, осы намазхананы жасап жатқан кезінде қаншама әртүрлі адамдар өзінің ниетімен, қолымен, тілімен де, жүрегімен де сондай бір жәрдемдерін жасаған болса, солардың баршасына ертең қиямет күні Аллах тағаланың ажыр сауаптары тиіп, сондай бір қайырлы екі дүниелік жақсылықтарды Алла нәсіп еткізсін дейміз, құрметті бауырлар. Өте толқып тұрмыз, қуанып тұрмыз. Осындай манағы бірлігі бар, ынтымағы бар жерде барлығы болады. Жаңағы аудан әкімі айтып отыр, міне жол салынып отыр, қарап отырсаңыздар. Келешегі бар сіздердің. Ол мына талаптыға нұр жауар деген қазақтың сөзі бар ғой. Өздеріңіздің талаптарыңыздың арқасында, бірліктеріңіздің арқасында Аллах тағала осы жерге назарын салып отыр. Қазақтың сөзі бар, Аллаға жағам десең азаның болсын, адамға жағам десең қазаның болсын. Алланың назары қай жерде мешіт болса, қай жерде азан айтылып жатса, сол жерге түсетінін де есімізден шығармайық. Және сіздер соны шығарған жоқсыздар. Елдеріңіздің ортасынан ойып тұрып, осындай зәулім, жаңа, Аллаға ғибадат қылатын, құлшылық қылатын орынды ашып отырсыздар. Баршаларыңызға Алла жар болсын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Ассаламу алейкум. Әумин айтқаныңыз келсін Шопан Қажы Жолкенұлы. Келесі сөз кезегін ауылымыздың имамы Қанат имам ағаға береміз. Қанат Жанзағұлына береміз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala ashabiki ajmakin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Құрметті
ауылдастар, құрметті бауырлар, құрметті ағайын туысқандар. Мынау өте бүгін қуанышты жағдай бізде. Өзі шынын айтсақ осы негізі қуанышымыз басынан осы фундамент құрғаннан басталды. Мынау мен әрқашанда айтам ғой, Теміржан ағамызға айтқам, бұл тәрбие, біздің ұрпақтарымызға тәрбие. Көбі мысалы ерте көшіп кеткендер мысалы бір-бірін танымайды ғой. Жастар келіп міне көмектесті. Кімнің баласы десе, қазір білеміз кімнің баласы екенін. Бұрын шын айтсақ та ондай танымаймыз, өтіп кетеміз. Міне тәрбие дейін бұл. Елдің тәрбиесі. Өзі қазақтың сөзі бар ғой. Болар елдің жігіттері бірін-бірін батыр дейді. Сондықтан осы елдің біршілігі мен елдің тіршілігі бар екенін көріп міне. Құдай берсе Алла жазса көшіп келетіндер де болады шығар. Еліміз көркейеді шығар осы. Ақырында көркейіп жатыр, байқап тұрсыздар ғой. Мынау енді үлкендеріміз ортадағы аман болсын дейміз. Солардың тәрбиелері ғой. Солардың бізге берген тәрбиесі біз жастарға беріп жатырмыз. Мынау осы басынан бастап міне ауыздан сөз шыққасын, ауыздың Аллах тағала айтады, аузыңнан шыққан сөздің құлысың дейді. Басында осы Теміржан аға бәрі бір жан бауырларымыз бар, айтып қалғасын, бір намазхана, мешіт саламыз, тұрғызамыз дегесін міне осыны міне бүгін бітіріп ашпақшы болып жатырмыз. Мынау енді ол бір адамның қолынан келмейтін нәрсе ғой, көріп тұрсыздар. Осы елге рахмет, елден көшіп кетсе де осы қол ұштарын беріп жатыр. Міне жол туралы, су туралы міне айттық та, ауылдың әкімі міне рахмет Біржан Әбуұлына, медет бауырымызға рахмет міне көмектесіп аудан әкіміне. Осы біздің 30 жыл бойы айғай шуымызды бәрі естісе де, бірақ қолдарын үшін бермеді. Бірақ әкімге рахмет айтам міне. Осы қол үшін беріп, биыл болады дегенде өзі, аузымыз естігенде өзі, құлағымыз естігенде соны қуанып, осы еліміз аман болсын дейміз. Мынау сіздердің бала шағаларың заман болсын, келген айтымыз қайырлы құтты болып, шаңырақтарың құт береке кесін, жұмыстарың жемісті болсын, уайым қайғыларыңыз бала той-думаны болсын, елімізді бірліктен, тірліктен айырмасын. Осылай сыйластықпен әрқашында жүруге нәсіп етсін Аллах тағала. Рахмет баршаңызға да келгендеріңіз, уақыттарыңызды бөліп. Бірақ енді осы мешітіміз, намазханамыз жамағатқа толы болсын әрқашанда. Сол үшін ғой бәрімізді осы құлшылық етейік, осы уағыздап біз айтамыз, балаларды тәрбиелеп, осы мешітке келсе қандай. Қазір Құдайға шүкір жастарымыз осы біздің ислам дініне бетбұрыстары жақсы. Сондықтан да біз одан сайын осы өзі ана жолы бір қажы бауырымыз айтады, осы Құранды оқыса адам өзгереді екен дейді. Сосын мен айттым, қалай енді өзгереді? Сыпайы болады екен, адаммен сөйлескені басқаша болады екен деп. Сол осы балаларымыз, ұрпақтарымыз сыпайы болсын, бізге сыйласып жүрсін. Рахмет баршаңызға да. Алла разы болсын. Әлхамдулилlah. Әмин айтқаның несін Қанатжан Зағұлов. Келесі құттықтау сөз кезегі. Ғайса жекеменшік басшысы Ғайсин Біржан Байзағұлына берді. Ассалаумағалейкум қауым. Бүгінгі еліміздің жаңа мешіт салып жатыр, Алланың үйі салып жатыр. Бәріміз қайырлы болсын. Басқа ауылдарда 3 жылдап, 4 жылдап салынады. Ұйымшылықтың арқасында, бірліктің арқасында 1 жылға жетпей бұл Алланың үйі салынды. Бәрілеріңізге рахмет, қол ұштан беріп жатқанға, ұйымдастырушы Теміржан ағамызға. Міне сол жақсылыққа келіңдер ауылға, амандыққа келіп, сол бәріміз аман болайық. Алланың үйі әрқайсымызға сол тәрбиелік деп айтып жатыр ғой, сол ұрпаққа тәрбиелі беріп, Алланың жолына салып, жаңа Қанат ағамыз айтпақшы, жұма күні осында жамағат толуға жазсын қатары. Сол бәріңізге бүгінгі ашып жатқан Алланың үйі құтты болсын. Және де жаңада 43 жыл болыпты осы ауылға жолға ремонтталмағанға. Соны Құмар Аргебайұлына рахмет. Міне 260 миллион ба, 280 миллион ақшада бөлінді. Үлкен ақша ол. Өзіміздің күшіміз жетпейді. Міне сол үлкен жұмыс істелді. Рахмет соған. Облыс әкіміне, баршамыздың атынан, мен өз ауылымның атынан, жұмының атынан деп ойлаймын. Сіздерді қолдайды деп ойлаймын. Үлкен жұмыс. Сондықтан да рахмет. Міне өздеріңіз үлкен бастарыңызбен уақыттарыңызға келіп жатсыздар. Сол рахмет сіздерге де сол. Сіздер баршаңызға осы
елімізге міне бір көке сіздерді көріп бәріңізді өзім жүрегім толқып тұр. Ризамын. Жаңа осы ауылда тұрып жатқан азаматтар бәріңізге кетпей осы еліміздің шаңырақтарын жаппай бәріңізге бас ием, рахмет. Сіздер де міне біздер ұмытпай әрқашан келіп жатасыздар. Жаңа айтты ғой, салғанда да келіп бәріңізді көрдім. Осылай ұйымшылдықтың арқасында, бірліктің арқасында осылай әрқашан бола берсін. Бәріміз сәлем түзу, елімізге жақсылыққа келейік. Рахмет бәріңізге келгендер. Ел үшін туған азамат халыққа үлкен бел болар дейді. Рахмет, әумин айтқаныңыз келсін аға. Мешіт құрылысының жасалу жолында Қарағаш ел азаматтарының ойын біріктіріп, ерекше ұйымдастырушылық қабілетімен танылған ел азаматын атап өтсек, ортаға Теміржан Ғалымжанұлын шақырамыз. Рахмет. Құрметті Алтын ауылының тұрғындары, ағаларым, апаларым, бауырларым, қарындастарым. Бүгін біздің арманымыз орындалып, қасиетті Құрбан айт күні Алланың қалауымен ауылымызда мешіт салтанатты түрде ашуға аса қадірлі қонақтарымыз да келуде. Алтын уақыттарыңызды біздің қуанышымызға бөлгендеріңіз үшін алғысым шексіз. Намазхана қоғамдағы барлық мәселенің шешімін табуға, елдегі бірліктің ынтымақтың сақталуына тікелей себепші болатын орын. Адамның туғанынан бастап өмірден өткенге дейін діни рәсімдер мешітте, намазханада өткізіледі. Мәселен, балаға ат қою, неке қидыру және шығару сынды көптеген діни рәсімдер осы жерде орындалады. Сонымен қатар, ұрпағымызды имандылыққа бастайтын қасиетті де қастерлі орын. Бұл намазханың салыну тарихы ерекше. Ауыл тұрғындар бұрынғы үйдегі кіші мешітте намаз оқып, әруақтарға естелік Құран оқытып жүрген. Ол үйіміз шағын, ескі үлкен өңдеу жұмыстарды талап ететін болғандықтан бір ауыл болып, ауылдың ортасында мешіт салу қолымыздан келеді деп, Қарағаш елінің ауылының асыл жігіттері осындай шешімге келді. Сол уақыттан бастап, ауыл тұрғындары, шетте жүрген бауырларымыз, тұрмыс құрған қыздар мен күйеу балалар шамалары келгенше тиын тебендерін құйып, жұмысты бастауға мүмкіндік берді. Өткен жылы фундаментін құйылып, қабырғалары көтеріліп, шатыры жабылып, терезелер орнатылды. Әрине бұл жұмыс оңай болған жоқ. Өйткені қолдары шебер жігіттердің барлығы өздерінің қызметінде, кейде бір жексенбіліктерде ғана жиналатын кездер болды. Сонымен қатар мешітке көтеру үлкен қаражат талап етті. Тіпті бірнеше миллион қажет болды. Ауылдағы Ғайса жеке меншік иелері, Гайсиндер әулеті қабырғасын қалайтын кірпішін, күнбезін, электробатареяларды тағы басқа алуға және одан қалды техника мен керекті құрылыс заттарымен қамтамасыз етіп отырды. Жолдасбаев Асқаш мешіттің қоршауына, брусчаткаға және басқаға аулау көмектесті. Жолдасбаев Қайырбек жолдастармен бірге терезе есіктерді салды. Маусым айында Атамекен агро жеке меншігі өз үлестерін қосты. Ауылдың тұрғындары бір-бірінен қалыспай қаражат жағынан көмектесіп жатыр. Әлі күнге дейін ауыл тұрғындары мешітке сыйлықтарын әперуде. Барлықтарыңа алғысым шексіз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бір адамның қолынан ештеңе келмейді. Жанында көмектесіп, істерін жарты жолда тастамай жүрген азаматтардың алдында басым ием. Осы сіздің көмектеріңмен кіндік қаным тамып, өскен жерім туған елімді Құдайдың үйін мешіт ашылып жатыр. Намазхананың іші нұрға толсын, ағайын. Үлкен рахмет. Бүгінгі игі ісіміздің ең сәті де келіп жетті. Ендеше намазхана ашылуының салтанатты рәсімін орындауға Шопан Қажы Жолкенұлын, Ғайсин Біржан Байзақұлын, Ғайсин Біржан Байзақұлын және Теміржан Ғалымжанұлын шақырамыз.
осымен салтанатты жиын ары қарай жалғасын таппақ. Қазақ елі тыныш, Қарағаш елі бірлікте ғұмыр кешсін ағайын. Маринка, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقم علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين ما شاء الله تبارك وتعالى الله يختار اللهم وصل وقرآن قرآن كرنا حاصل ولكن صاحبه آمين قل وقرآن الصدور من الدردون هذا لكن ما شاء الله الله هذا هو الوطن الوطن وهذا مستقبل على الوقتها ما استغفر الله من قبلنا ما كنا نذكر من الغالب والحقار وقال بأننا سلامت كنا قصدت قرآن الكتاب عاشورا ولا نماز قالنا الله تعالى سلطان يوسف الطور وشيء جماعة قطر الله تعالى مسلمين مسلمان خالصنا مواطن الدين برشاس أربان دارمين قارنlar hidayat olur, karım iman olur, yolun muhtarın insanları asıl alamatlardan kılar. Ya Rabbil Alemin, yolumuzda ama hükümeti istatörlü tutmalardan saklayır. Dostlar müşterimizin, namazlarımızın kurtlar aslında Allah'ın ömürler gönderir. Bu namazlarımızda cemaatlik hükümeti Ya Rabbil Alemin, kesin kardeşim hükümeti olsa kesin Ya Rabbi, olsa Rimaratta sağlığa oluşturulan dağlarımızda bütün yolunun kendilerine Allah Teala akıbet kazandıran hayırlı amallarına, yazana sadakalarına, malumi, canымен verdiğin bütün dağlarımızın Allah Teala özün aziz sanatlardan kaytarıyor. Kıyamette özün cennetini suyuşuğunu Ya Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah karşılarımızda özün hidayatları, adillikleri, waktu termasuk dengan seluruh iman yang Allah menggerakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar. Amin. Sizler namaz okulamaz. Sizler bırakın
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estağfurullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. ولا تدري بعجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين وعافنا مسلمين الصالحين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يطيل من وليت تبارك ربنا وتعالى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر التقين إماما الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchidan elimizga, bauırlarımızga bas iýemiz. Allah taala осы elдің birligimen goý. Осы namazxanamızda mine bir жылдың içinde осы mine bugün açılуу rasmy ötüp жатыр. Mınau осындағы Gaysa Too ұжымына рахмет айтам. Gaysin Birjan ұжымның бастығы. Сосын Теміржан бауырымызға, ағамызға рахмет айтамыз осыны. Бастамасын бастап бізде намазханамыз бар да кішкене үйді ол сатып алған кішіректеу болды. Содан мынау бәріміз былтыр ақылдасып, осыны бір намазхана салайық деп, осы міне бүгін ашылу рәсімі болып жатыр. Бауырларымызға рахмет, қолдарын, көмектерін беріп жатқан Жолдасбаев Асқатқа рахмет, міне бәрін көмектесіп, шамасы келгендерінше барша осы еліміздің көшіп кетсе де осы көмектесіп жатыр. Соған баршамызға рахмет деймін. Қайырлы құтты болсын, келген айтымыз құт береке келсін шаңырақтарыңызға, баршаңыздың да. Еліміз тыныш, баршамызға деніне саулық, ислам дінін күш қуат берсін. Алхамдулилlah, алхамдулилlah. Kündüğümden şaskalı
тамған жерім шабытымның асқары самғаушы еді ауылым. Бүгін қуанышымызда шек жоқ, бүгін қуаныштымыз. Ауылымызда міне құрбан айт, мереке күні мешіт ашылып, бәріміз қуанып жатырмыз. Осылай ел аман, жұрт тыныш болып, еліміздің іргесі сөгілмей, осылай тұра берсін. Бәріне көп рахмет, ауылдың ер азаматтарына көп рахмет, Теміржанға көп рахмет, осы істі бастап қолға алып, осы ауылдан көшіп кеткен жастарымызға бәріне мыңда бір рахмет айтамыз. Еліміз көркейе берсін, осы ел азаматтары аман болсын. Осылай елде біз елде көшпей отырмыз, елді ұстап, сол елде осылай аман есен отыра берейік. Мал басымыз, жанымыз бәрі аман болсын. Бәріне көп рахмет. Мына келіп қуанышымызды бөлісіп осы Қарағашта үлкен той жасап жатқан бәріне көп рахмет. Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من عسل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين Әуелі Алла Тағалаға шексіз шүкірлеріне сансыз саналар болсын. Кейін пайғамбарымызға салауаттар мен сәлем болсын. Және амин деп қол жайып отырған сіздер мен біздерге Алланың игілігімен сәлем болсын. Қабір ақылдарымен болған ата-бабаларымыз сіздермен біздерден дұғадан еткен Аллахтан Алланың рахматы болсын. Мынау ең жақсы құрбандық, ең жақсы дастархан мешіттің ашылуына деп жасалынып жатыр, беріліп жатыр. Алла Тағала қабыл еткізсін. Есесін Алла берсін. Мына мешіттеріңіз құтты болсын, қадамдарың сауаптан табылсын. Елім, жерім, отаным дейтін асыл азаматтар біздің елімізде көбейе берсін. Аллахумма солли аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллаху акбар. Sarığımız sapırıp tamsandırgan ağılım En men tаңды atırıp en saldırgan ağılım Sarığımız sapırıp tamsandırgan ağılım Түтіні шұбалтып, желек созған ауылым Ай көрмесем құмартып, жүрек қозған ауылым Көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым Алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым Көк торғындай көктемде
сағым қуған ауылым, алыс сапар шеккенде сағындырған